Күйеу баласына ғашық болып құшағына құлаған жеңге өкініші. Тұрмысқа шыққаныма 10 жылдың жүзі болған. 2 баланың анасымын. Жолдасым жуас, көп сөйлемейтін, ішіндегіні тап деп қалған адам. Мінез ауыр, бірақ бір көтерілсе ашуы алай-дүлей болып кетеді. Отбасын құрған 10 жыл ішінде күйеуім маған сені сүйем, жаным, күнім деп еркелетіп жылы сөз айтпапты. Білмеймін, сүйіп-ақ қосылған едік. Тіршіліктің қамымен маған көңіл бөлуді қойып кетті. Арамызда жылулық, сырласу жоқ. Ағайын туысқа, бала-шағаға қатысты нәрселерді ғана сөз ететін болдық. Соның әсері болды ғой деймін. Бірте-бірте қайын сіңілімнің күйеуіне есім кете бастады. Табыскер, өзінің жекеменшік дүкені бар. Қайын сіңілімнің асты үстіне түсіп, қашан көрсең айтқан екі етпейтін жігітке уақыт өте ғашық боп, көрмесем тұра алмайтын халге жеттім. Күйеу балам дегенім болмаса, менен 1 жас үлкен. Құрдас, бажа деп қалжыңдасатыны бар еді. Бір күні қайын сіңіліммен бала-шағамызбен бәріміз Астанаға, Бурабайға демалып қайтайық деп ұсыныс білдірдім. Ондағы ойым күйеу баламен жақындасу еді. Олар бірден келісті. Сөйтіп бәріміз пойызбен жолға шықтық. Астанадан ары Көкшетауға сапар шегіп, суға түсіп, мәз-мейрам боп жүріп, күйеу баланың да менде ойы барын байқадым. Елге келген соң екеуміздің басымыз төсекте түйісті. Бір-бірімізсіз өмір сүре алмастай жағдайға жеттік. Бөтен емес, туған арамызда жалғыз қайын сіңілім тұрғандықтан қатты қиналып, уайымдағанымды жасырмаймын. Бұлай болмайды, енді кездеспейміз деп қоштасып, қарым-қатынасымызды үзсек те, ағайын туыстың той-томалағында бас қосып жүріп қалай жақындасып кеткенімізді білмейтінбіз. Жарты жылдай желігіп, қызу қарым-қатынас құрдық. Жұмыстың арасында ыңғайын тауып, кездесуден ол да шаршады ма, күйеуімен ажырас деп шарт қойды. Өзі де уақыт өте ажырасатынын айтып, менің басымды айналдыра бастады. Күйеуімнен көңілім қалып, арамыз әлде қашан суып кетсе де, 2 балам үшін ажырасуға асықпадым. Отбасымды сақтағым келді. Күйеуім баламен қарым-қатынасымыз жылға жуықтағанда, күйеуім бірдеңеден күдіктенгендей, ойламаған жерден жұмысымызға келіп, тексеретін әден шығарды. Сонда да ебін тауып, екеуміз кездесіп жүрдік. Бір күні артынан аңдыпты, үстімізден түсті. Оңдырмай сабап, мойнымнан қылқындырып, өлтіруге әрекет жасады. Жаным алқыныма тығылып, күйеу баладан көмек күтіп, жәутеңдеп қарап едім. Ол киімін киер-кимес алды-артына қарамай қаша жөнелді. Уәдені үйіп төгіп, мен оны жігіттің сұлтанындай көріп, сеніп едім. Қайнағасын көргендегі бұралқы иттей әр жерден бір басып қашып бара жатқан түрінен жиіркеніп кеттім. Оңбай алданғанымды, көр соқыр болғанымды сонда түсіндім. Күйеуім 2 баламен үйден қуып шықты. Басым салбырап төркініме бардым. Бірақ жағдайды айтуға ұялып жасырып қалдым. Дегенмен өсек әңгіме жерде жатсын ба? Ата-енем әкеме хабарласып, сондай қыз тәрбиелеп өсірген сендерге нәлет болсын деп қарғапты. Әке-шешем қайғыдан қан жұтып, әкем инсульт алып ауруханаға түсті. Есін жиғанда көзіме көрінбесін, құрысын депті. Солай мен төркінімнен де қуылдым. Ең сорақысы, күйеу бала да бәлені менің басыма үйіп төгіпті. Өзі айналдырды, мен тұзағына түсіп қалдым деп қайным сіңіліме өтірікші сындай өтірікті шындай сапырып, соғып, кешірімін алыпты. Енді екеуі түк болмағандай өмір сүріп жатыр. Ары қарай қалай өмір сүретінімді білмей, тығырыққа тірелдім. Күйеуімнен қайыр жоқ, 2 баласына көмек қолын созбайды. Тек анам ғана жаныма жалау боп, әкеме білдіртпей ақша аударып тұрады. Оларды да елге қара бет еттім. Әке мүгедек болып қалды. Бәріне өзім ғана кінәлімін. Енді бұл күнәмен қалай өмір сүрем? 2 балам өсіп, осы жағдайды естігенде беттеріне қалай қараймын? Миым жетер емес. Бір білерім, қыз келіншектер менің қателігімді қайталамаса екен.